Сәлем достар, бүгін сувид функциясымен термомиксте осы тауықтың кеудешелерін жасап көрсеткім келіп тұр. Шортс емес, қысқа әдейі видео түсіріп жатырмын, өйткені түсінікті болу үшін бізге мына осындай құрылғылар қажет болады. Бұл волна насадкасы. Оны чашаға орнатамыз. Мінекейіңіз, иә. Сосын мынадай вакууматор қажет болады. Каспиде тауып тұр, 6-7 мың теңге. Пакетімен ал кеттік. Бірінші тауығымызды екі жағынан тұздап жібереміз. Бұлай дайындау, бұл төменгі температурада дайындалады, әрі буға піскен сияқты өте пайдалы біздің организмге. Витаминдерді сақтап, тағамның балықты да осылай дайындасаңыз болады, етті де әрі қарай алып стейк сияқты қуырсаңыз. Тұз септік. Енді қара бұрыш. Мен қара бұрыш сепкенді өте қатты жақсы көремін, әсіресе осылай диірменнен өткізсеңіз, ол прям душистый болып тұрады да, иісі шығып, кәдімгі езілген қара бұрыштан көрі, майда қара бұрыштан көрі, қызыл бұрыш, өйткені ақ тауықтың еті болған сонша дәмі болмайды ғой. Қызыл бұрыш, паприка қалағаныңызша дәмдеушілер қоссаңыз. Енді мынау өзі вакуумнан пакетте, вакууматормен бірге подарокте жүреді. Немесе кез келген жерден заказ беріп сатып алуға болады. 100 штуктан кем келмейді. Зәйтүн майын не сармай қоссаңыз болады. Мен ішіндегі ауасын сорып аламыз. Және де бұл кез келген тамақтың дәмін және де сақтау мерзімін ұзақ қылады. Пайдалану өте оңай. Сырт деген мектен дыбыс шығу керек. Енді бүйтіп басып тұрасыз. Көрдіңіз, ауасы тартылып жатыр. Енді одан кейін екінші кнопка бар, seal деген. Яғни бұл мынаны клейлеп береді. Дыбыс шығып жатыр. Бұл да болды деген дауысты шығарды. Мына жерге 0-ге келді. Енді көрейік не болғанын. Көрдіңіздер ма? Клейлеп берді. Енді осыны, егер сувидпен дайындайтын болсаңыздар, вакууматор міндетті түрде керек. Енді осыны чашымызға саламыз. Бірінші бірақ су құйып алайық. Суды максимум деген отметкаға дейін құямыз. Енді оған жаңағы тауығымызды саламыз. Осторожно ғана. Қақпағын жауып. Сувид деген программа бізде мына функциялардың ең соңында. 1,5 сағат 70 градус қоямыз, болды. Мына осындай дыбыс шығып жатыр, бұдан қорқудың қажет жоқ. Осындай төменгі температурада піседі.